Құрметті Маңғыстау облысының тұрғындары мен қонақтары. Ішкі істер министрлігі 2025 жылды құқық бұзушылықтың алдын алу жылы деп жариялады. Республика көлемінде жасөспірімдермен және оларға қатысты жасалған қылмыстардың өсуіне байланысты 2025 жылдың 10 сәуірі мен 6 мамыр аралығында республика көлемінде жасөспірім атты жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілуде. Оның негізгі мақсаты жасөспірімдер қылмысының алдын алу, кәмелетке толмағандардың құқықтарын қылмыстық қолсұғушылықтан қорғауды қамтамасыз ету. Оны 18 сәуір аралығында өткізілген жедел профилактикалық іс-шарасы кезінде ішкі істер органдарына 651 кәмелетке толмағандар жеткізілді. 737 әкімшілік құқық бұзушылықтар анықталды. Кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталығына қадағалаушы және панас жүрген 38 жасөспірім орналастырылды. 29 кәмелетке толмаған бала әртүрлі санатпен профилактикалық есепке алынды. Жасөспірімдермен жасалған әрбір құқық бұзушылық ескертусіз қатаң жауапкершілікке тартылатын болады. Алайда кәмелетке толмағандардың ортасында жағдайды сауықтыру бойынша қойылған міндеттерге қарамастан Ақтау мен Жаңаөзен қаласында кәмелетке толмағандар жасаған топтық төбелес фактілер тіркелуде. Мысалы, 16 сәуір түнгі 01:00 шамасында Жаңаөзен қаласында Жұлдыз шағын ауданында көшеде сыныптастар К мен И екеуі болмашы затты сылтауратып, өздерінің сыныбында оқитын ені жабылып ұрып соққан. Нәтижесінде кәмелетке толмаған Е Жаңаөзен қаласының ауруханасына дене жарақатымен қаралған. 18 сәуірде күндізгі уақытта Ақтау қаласында 13 шағын аудан 27 үйдің алдында мектеп оқушыларының қатысуымен топтық төбелес болды. Жастар арасындағы аталған өзекті мәселе тек қана ішкі істер органдарымен емес, бүкіл қоғам болып атсалысып, жасөспірімдер арасында қылмыс пен құқық бұзушылықтардың алдын алуымыз қажет. Осыған байланысты, құрметті ата-аналар, сіздерден балаларды түнгі сағат 22:00-ден кейін ойын-сауық мекемелерінде, сағат 23:00-ден кейін ата-аналармен немесе заңды өкілдерінің қарауынсыз көшеде бейберекет жүрмеулеріне, келеңсіз оқиғалар мен қылмыстардың алдын алу болдырмау мақсатында балаларыңыздың жүріс-тұрысына күнделікті бақылау алуды сұраймыз.